Қайырлы күн қыздар, бәріміз білетін оливье салатын жасаймыз. Өте оңай салаттардың бірі, бірақ бұл салатты біріміз білсек, құрамында не қосатынымызды кейде білмей қалып жатамыз. Сондықтан да өз каналымда қалдыруды жөн көрдім. Ең алдымен картопымызды, сәбізімізді барлығын пісіріп аламыз. Жұмыртқамызды алдын ала пісіріп аламыз. Ең алдымен картопымызды және сәбізімізді осылай төрт бұрышты етіп, барлығын турап, дайындап үлкен ыдысқа саламыз. Содан кейін бізге осындай вареная колбаса қажет болады. Төрт бұрышты етіп оны да тураймыз. Үлкендеу ыдысқа үстіне саламыз. Тұздалған 2 дана қияр қажет болады. Оны да төрт бұрышты етіп турап шығамыз. Алдымен ұзыншаға етіп кесіп алып, құрамымыздың үстіне салып шығамыз. Келесі кезекте біз 2 дана жұмыртқамызды турайтын боламыз. 3 дана жұмыртқа қоссаңыздар да тіпті жақсы болады. Молдау болса өте дәмді болып шығады. Оны да турап алып, дайындап қойған құрамның үстіне саламыз. Бізге осындай жасыл бұршақ қажет болады. Консервідегі жартысын қоссаңыздар да болады. Өзіңіздің құрамына байланысты қосасыздар. Енді бізге қара бұрыш қажет болады. Қара бұрышты дәміне қарай аздап қосамыз. Содан кейін дәміне қарай тұз саламыз. Майонез қосамыз 3 ас қасықтай. Барлығын салып болғаннан кейін жақсылап араластырамыз. Қалауыңыз бойынша майонезі көп болғанын қаласаңыз, көптеу қоса берсеңіздер болады. Достар, дәл осы бейненің астында басқа да салат түрлерін, тағам түрлерін және тәтті түрлерін рецепттерін көре аласыздар. Көріп, міндетті түрде жасап көріңіздер. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Енді біз салатымызды тарелкаға салып қойғанға қарағанда, осындай әдемі болу үшін ыдысқа осындай биіктеу кесеге немесе басқа да ыдыстарға салсаңыздар болады. Формасын өзгерту үшін осылай саламыз. Ол үшін салатымызды салмастан бұрын кесеміздің ішін сулап алған дұрыс. Себебі қазір төңкерген кезде кейбір жерлері түспей қалуы мүмкін. Сондықтан да ішін суменен сулап алсаңыздар кесенің, ыдыстың, яғни жақсы түсетін болады. Міне қарасаңыздар осындай әдемі болып тұрады. Дастарханға қойған кезде міндетті түрде жасап көріңіздер. Дәл осы бейненің астына комментария бөлімінде өз пікірлеріңізді қалдырып кетсеңіздер болады.